Достар, ғажайып аралар әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін біз миллиондаған жылдар бойы өмір сүрген керемет зерттеулер туралы сөйлесетін боламыз. Аралар туралы көбірек білейік. Аралар жер бетінде шамамен 130 миллион жыл бұрын пайда болды, және олар эволюцияның ұзақ жолын басып планетамыздағы ең пайдалы жәндіктердің біріне айналды. Ерекше еңбекқор аралардың бірқатар берекі параметрлері мен ерекшелері бар. Сіздің назарыңызда аударатын бірінші нәрсе олардың кішкентай өлшемі. Көптеген аралардың ұзындығы бірнеше миллиметрге де жетеді, бірақ олар таңғажайып тапсырмаларды орындай алады. Бір қызығы, аралар әлеуметтік жәндіктер болып табылады, және ұяларда немесе шағын колонияларда өмір сүреді. Әрбір колония әйел патшайымнан, жұмыс істейтін аңлықтан және еркектерден тұрады. Олар өз рөлдерін ынжықтылықпен орындайды және тозаң мен басшылықтарды жинау процесінде ынтымақтасады. Аралдардың ең таңғажайып қасиеттерінің бірі олардың өсімдіктерді тозаңдандыру қабілеті. Аралар бал өндіру үшін шырын жинаған кезде оларға кездейсоқ тозаңды аталықтан әртүрлі гүлдердің пестицидтеріне өткізіп тозаңдауға және өсімдіктердің әртүрлілігіне ықпал етеді. Бал өндірумен қатар аралар планетамыздың биоәртүрлілігінде маңызды рөл атқарады. Олар сонымен қатар тозаңдау кезінде белсенді жұмысы арқылы тұқым мен топырақ құнарлылығын сақтауға көмектеседі. Аралдардың осал тіршілік елдері екенін атап өту маңызды. Соңғы жылдары біз пестицидтерді пайдаланып тіршілік ету ортасын жоғалуы және климаттың өзгеру сияқты қауіптерге тап болдық. Біз оларға қамқорлық жасап, санын сақтап қалу шараларын қабылдауымыз керек. Аралар біздің экожүйеге баға жетпес әсер ететін керемет маңызды тіршілік иелері. Олар бізге бал береді, өсімдіктерді тозаңдандырады және ауыл шаруашылығының өнімінің болуына көмектеседі. Біз оларды құрметтеп қорғауымыз керек. Енді сіз аралар әлемінің қаншалықты жан-жақты және таңғажайып екенін түсінесіз деп үміттенеміз. Біз оларды сақтап қалу үшін күш салып, өркендеу қолайлы жағдай жасауымыз керек. Біздің бейнені көргеніңіз үшін және келесі бейнеде кездескенге дейін рахмет.